Шалапова Жайнагүл Нағиқызы 1967 жылы дүниеге келгенмін. Сәуір айында өте тамаша күні. Атымды да Жайнагүл деп қойған ата-анама мың алғыс, рахмет. Осы Бәйішев атындағы кітапхананың белсенді оқырманы ретінде мен өзімнің шығармашылық ортада аруақта мерейімді үстем қылып дамытып жүрмін. Және өзім жалғыз кітапхана оқумен айналыспаймын. Поэзия, өлең әлеміне, табиғат аясында жүргенде шығармашылық шабыттанамын. Кітапхана мен үшін бөлек әлем, менің әлемім әдемі. Шешендік сөздер, нақыл сөздер. Көрмеген көлде естімеген қаздың дауысы бар дегендей, қазір біз нені ескермей жүрміз? Жастарға талап қоймастан бұрын бізге не қажет? Әр жас ұрпақтың бойына ұлттық рух пен патриоттық жалынның ұшқынын тарту үшін батыр жазушы Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері мен мірдің оғындай ескерілмей жүрген қанатты сөздері қажет. Әсіресе ұлттық тәрбиеге ерекше көңіл бөлеміз. Бауыржан Момышұл айтқандай, өзінің ұлтын сыйламаған, ұлтын мақтан тұта алмайды да, ол сөз жоқ арамза, тексіз, әрі қаңғыбас деуі жайдан жай емес. Оның адами қасиеттер қатарына жатқызатындығы ақыл, ар, ерік, жігер, намыс, сезім, парыз, ұлттық рух, ұлттық мінез құлық, ұлттық патриоттыққа жатады. Бауыржан Момышұлының нақыл сөздеріндегідей халықтық тәлім-тәрбие ұлттық намысты оятады. Мен дадамын жаралған сүйек еттен, менде жан бар, менде ар бар, жан тебіренткен. Халқымның қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. Бауыржан Момышұлы нақыл сөздерінде білім, ақыл, ізгілік, адамгершілік туралы көп айтқан. Білек бірді жығады, ақыл мыңды жығады. Қаға білсең, киіз қазықтан да жерге кіреді. Өлімнен ұят күшті, жаным арының садақасы. Ал ақиқат пен шындыққа келгенде, Бауыржан Момышұлының нақыл сөздерінде шын айтпай, сын айтпа. Ең қазіргі бізге қажет зат. Өтірік барып тұрған у. Мына біздің жастарымыздың арасында қазір өтірік айтуға, біреуді сынай салуға көптеп мойын бұрып кеткен. Сондықтан Бауыржан атамыздың нақыл сөздерін оқи отыра, мен жастарды ауызбіршілікке, парасаттылыққа, білімпаздыққа және шыншыл болуға шақырамын.